Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Biz İmam Tahavi'nin akide dersimizin kelip toқтаған жерimiz. Бүгін Allah'ın tavfiqымен, сәттілігімен, нәсіп етуімен 11-ші дәрісті өтеміз Allah'ыз. Бүгін İmam Tahavi'nin сөзі, жазып қойыңыздар. Wa huwa hayyun la yamut. Allah өлмейтін тірі. Allah өлмейтін тірі. Allah Тағала өлмейтін тірі. Өлмейтін тірі. Тақырып, Алла Тағала өлмейтін тірі. İmam Tahavi айтып жатыр. Біз де осыны айтамыз, Алла Тағала өлмейтін тірі. Құдай болу үшін ол тірі болу керек. Өлі нәрсе Құдай бола алмайды. Түсінікті ме? Өлі нәрсе Құдай бола алмайды. Немесе жан жоқ нәрселер Құдай бола алмайды. Мысалға, буддизм дейміз ғой, мысалы. Буддизм. Олар жаңағыдай не? Өздерінің пұттар болады. Сол пұтқа не істейді? Табынады Құдай деп. Кезінде араб мүшриктері не істеді? Пұттарына табынды ғой. Яғни өлі нәрсеге табынды да, былай қарасаң. Өлі нәрсені Құдай деп тапты. Тіпті қазіргі уақытта христиан дінінің өкілдерінің өздерде Иса пайғамбарды, олардың үштік сенімге сенеді ғой. Иса пайғамбарды Құдай деу мүмкін, немесе Құдайдың баласы дейді. Енді Құдай деуінің бір несінде ол Иса пайғамбар қазір өлген жоқ қой негізінде. Алланың құзырына көтерілді ғой, дұрыс па? Бірақ ертең қиямет үлкен белгісі болған кезде Иса пайғамбардың жерге түсетіндігін білеміз. 40 жыл өмір сүреді және ел қатарлы жер бетінде өледі. 40 жылдан кейін өледі. Яғни бәрібір ол өледі ғой деймді. Мысалы, ол қалай Құдай болады? Құдай болу үшін не болу керек? Әл-хайю деген сипат болу керек. Әл-хайю деген тірі деген сөз. Әл-хайю тірі. Өлмейтін тірі. Алланың тірілігінің бастауы бар ма? Біз тіріміз ба? Бастауымыз бар ма? Біздің тірілігіміздің бастауымыз бар. Алланың тірілігінің бастауы жоқ. Енді осы Алла Тағаланың бір сипат дейікші. Сипатты біздер екіге бөлеміз, Сипат екіге бөлінеді. Заты фиғали, Ербол бауырым біледі. Бірінші несіне қатысты ғой сіздер. Екінші потокстар. Сипат заты фиғали. Сипат екіге бөліп жазып қойыңыздар, заты фиғали. Заты дегеніміз болмысына қатысты сипаттар. Заты дейтін заты ғой, болмысына қатысты. Мысалға, тірі деген сипатты осыған жатқызамыз. Мысалға, тірі болу. Тірі болу. Алланың тірі болуы осы зат сипатқа жатады. Заты сипаттың анықтамасы қарама қайшысы жоқ сипаттар. Жазып қойыңыздар. Заты сипат дегеніміз қарама қайшысы, яғни антонимі жоқ сипаттар. Заты дегеніміз антонимі жоқ сипаттар. Мысалы дейсіздерде тірі болу. Тірі жазып алыңыздар асықпай. Тірі болу. Қандай екен ол зат сипат деген? Қарама қайшысы, антонимі жоқ. Антонимі жоқ. Мысалға, тірі болудың антонимін айтыңыздар. Өлі болу. Алла өлі ме? Жоқ. Жүрмейді. Тірі болу осыған жатады. Түсінікті ме? Және тағы да қанды сипатта бір сипат айтыңыздар затиға байланысты. Бір білетін сипат. Алла Тағаланың көркем 99 есімін білесіздер, Сол әл-әсмәу уас-сифат деп айтылады ғой. Көркем есімдер және көркем сипаттар. Есім сипаттар деген сол 99, түсінікті ме?
Соның біреуін айтсаңыз болады. Қандай бар мысалға? Қандай білесіздер? Мысалға. Мейірімді деген. Ол мынаған жатады бірақ. Ал маған мынаған керек, айтыңыз ау. Мынаны жазып қойын енді, мейірімді дегенді. Ар-Рахман, Ар-Рахим, мейірімді дұрыс айтасыз. Ол бірақ фиғлиға жатады. Қазір бұны айтамыз. Мынаған затиға. Бірақ 99 есім білеміз, бірақ осындай кезде есімізге түспей қалады. Бірақ енді мағынасын білмей тұрмыз ғой, былайша айтқанда да. 99 есім білеміз жаңа, бірақ мағынасын білмей тұрмыз. Қандай? Бай болу ма? Бай болу қарама қайшысы кедей, алла кедей бола ма не? Қарама қайшысын қабылдамайтын сипаттар бұлар. Қабылдамайды. Мысалға сөйлеу қарама қайшысы. Жоқ, бай жатады ғой айтпақшы. Дұрыс айтасыз. Не дедіңіз? Әл-ғанию. Бай болу, я? Бай болу. Алла тағала бай болу. Қарама қайшысы кедейлікті қабылдамайды, дұрыс па? Дұрыс, Нұрбол болуын кешіріп қойыңыз. Мен қателесіп. Дұрыс, бай болу. Алла тағала әл-ғанию деген сипат бар ма? Бай болу деген бар. Қарама қайшысы кедей болу. Алла кедей бола ма? Жоқ. Немесе бай болу дейтін мұқтаж емес деген мағына. Қарама қайшысы мұқтаж. Алла мұқтаж емес қой ешкімге, дұрыс па? Дұрыс, міне бай болу. Мысалға тағы біреуі сөйлеу деусе болады. Сөйлеу жазып қойып қоятынса, сөйлеу. Қарама қайшысы сөйлемеу. Олай болмайды ғой, Аллада сөйлемей қалады деген, дұрыс па? Түсінікті ғой, зат қандай? Антонимді қабыл етпейтін сипаттар, қарама қайшысын, дұрыс па? Соны ажыратасыз. Екінші фиали дейтін ол Алла тағала іс-әрекетіне қатысты, мысалы жарату, түсінікті ма? Өлтіру деген сияқты. Ол фиали ризық беру, мысалға, дұрыс па? Соның бәрі фиали іс-әрекетке байланысты. Мысалға, бұл қарама, жазып қойыңыздар, фиали дегеніміз қарама қайшылықты қабыл ететін сипаттар. Жалпы тек фиали. Қарама қайшылықты қабыл етеді. Қарама қайшылықты қабыл етеді. Мысалы, мейірімді болса, Алла тағала үнемі мейірімді емес қой. Алланы ашуына тиетін болсаң, Алла тағала сені аямайды. Қахарлы деген бар. Мейірімді қарама қайшысы не ол? Қахарлы. Әл-қахару дейді сипаты бар ма? Бар, дұрыс па? Қахарлы. Немесе тірілтуші әл-мухи. Әл-мухи, тірілтуші, дұрыс па? Әл-мухи дейтін тірілтуші, өмір беруші, жоқтан бар қылушы. Бізді мухи қылды ма Алла тағала? Қылды. Қарама қайшысы не? Тірілтушінің өлтіруші. Алла тағала өлтіруші ма? Әл-мумейту өлтіруші. Қарама қайшыны қабыл етеді. Тірілтуші, өлтіруші. Әл-мумейту өлтіруші. Арабшасы керек болса. Түсінікті ғой, я? Түсінікті. Осыны біліп алыңыздар әзірге. Зати фиғли дейді. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол қандай сипат? Кәлам емес, басир, сәме, есту, көру сипаттар емес, құдірет, ирода, қалау емес. Бізге бүгінгі әл-хайю, Алла тағаланың тірі болу сипаты. Құдай болу үшін тірі болу керек, әрі тірілігі ежелден болу керек. Кейіннен пайда болған емес. Түсінікті ма? Енді қараңыздар. Біз айттық, жалпы Алла тағала тірі болу сипаты, ол Алла тағаланың бүкіл сипаттарына, Алла тағаланың басқа сипаттар көп қой, бүкіл сипаттарына ақли шарт деп айтады. Жазып қойыңыздар. Тірі болу дегеніміз Алла тағаланың барлық сипаттарына ақли шарт деп қойыңыз. Тірі болу дегеніміз Алла тағаланың барлық сипаттарына
ақли шарт. Тірі болу дегеніміз Алла Тағаланың барлық сипаттарына ақли шарт. Яғни ғалымдарымыз не деп айтады? Ақида ғалымдары шартун ақлиюн ликулли аусофиллаhi тағала дейді. Барлық сипаттарына ақли шарт. Жалпы сипаттардың қызметтері бар, я? Алла Тағаланың сипаттарының қызметі бар, өзінің атқаратын, дұрыс па? Тектен тек емес қой. Мысалға, Алла Тағаланың әл-басир, көруші сипаты бар. Жақсы, нені алайықшы? Мысалы, қалау сипаты бар. Қалау сипатының қызметі не ол? Әл-ирадату. Қалау сипатының қызметі не екен? Алдында өттік. Қызметі не ол қалау сипатының? Уазипасы дейді, яғни қызметі. Тақсис дейді. Жекешелеу. 3-4 вариант бар емес пе? Соның біреуі жекешелеп шығарып алу не деп айтады? Мына қалаудың қызметі не екен? Қызметі даралау, тақсис дейді. Нұсқалар көп, соның ішінде біреуін таңдап алады. Мысалға, алдындағы айттық қой, я? Мысалы, менің ойыма үй салым келсе, коттедждің мансапта жер үй бар. Қайсын салым келеді? Жер үй деп таңдап шығарып алдым да, даралап, соны тақсис дейді, даралау. Алла Тағала ирода сипат, ирода қалау сипаты ғой. Қалаудың қызметі не десе, оның қызметі даралап шығарып алу. Даралау. Ал құдірет сипаты одан кейін. Әл-құдрату. Оның қызметі не ол құдіреттің? Дұрыс. Бар қылу, жоқ қылу. Жазып қойыңыздар, керек болады. Қалаудың қызметі даралау. Құдіреттікі бар қылу, жоқ қылу. Әл-иджаду уәл-иадам дейді. Бар қылу және жоқ қылу. Одан кейін әл-илму. Алладан білім сипаты қызмет не ол? Үшеу бірге жазсалайық. Әл-білім, әл-басиру, көру сипаты, әс-самиу, есту сипаты. Мына үшеуі, әл-илм, әл-басиру, әс-самиу, бұлардың қызметтер, үшеуінің қызметі бір ол әл-кәшф дейді, ашу. Ашу, зерттеу. Ашу. Ашу. Одан кейін бұл жер не қалды? Қандай сипат қалды? Негізгі 7 сипат. Қалау, құдірет, 5 болды ма? Алтыншы әл-кәлам. Сөйлеу. Сөйлеу сипат. Бұның қызметі не ол? Қызметі. Мысалға, Нұрболдың қызметі, мысалы, өз мамандығына сәйкес. Мысалы, сіздікі өз мамандығына сәйкес. Менікі жандай қызметім дәріс беріп уағыз айтам деген сияқты ғой. Енді әркімнің өзінің қызметі бар ғой, істейтін жұмысы бар деген сияқты. Сол сияқты, мысалға, құдірет сипаты даралай ма ол? Жоқ, дараламайды. Оның қызметі бар оныкі. Немесе құдірет сипаты аша ма, ашпайды. Түсінікті ма? Әр сипаты өзінің қызметі. Әл-кәламдікі ол әд-дәләләту уәл-баяну. Дәлелдеу және баяндау, жазып қойыңыздар. Дәлелдеу және баяндау. Дәлелдеу және баяндау.
дәлелдеу және баяндау. Мысалға, бір жерде жүрміз біздер, мысалға орманның ішінде ма бір жерде алыстан түтін шықты. Ол түтін дәлел. Неге дәлел? Алда біреу бар емес, отқа дәлел. Отқа, иә. Дұрыс, өртке дәлел, иә. Дұрыс. Қараңыз. Дәлел дейтін сол түсінікті ғой, иә. Бізде қазір айтады, дәлелің бар ма деген сол ғой, түсінікті ма? Мысалы, түтінді көрсек, неге дәлел ол түтін, неге дәлел болып тұр? От бар деген сөз ол жерде. Отты мәдлул деп айтады, яғни дәлел болған нәрсе. Дәлел деген түсіп алдыңыздар жалпы да, білесіз ғой оны. Баяндау деген білесіз. Мысалы, баяндау дегеніміз бір сөз айтылады, соны ашықтап, анықтап түсіндіруді баяндау дейді. Мысалға, Алла Тағала Құран кәрімде айтты: "Стаизу билла ва ақимус салат ва атуз зака." Намаз оқыңдар деді. Қалай оқимыз? Бұған не керек? Баян керек. Баян дегеніміз анықтау, ашықтау деген сөз. Түсіндіріп беру. Енді баяндау үшін хадис келеді. Пайғамбарымыз хадисі Құранды не істейді? Баяндаушы, дұрыс па? Мысалға, Пайғамбарымыз не деп айтты? Соллу, намаз оқыңыздар. Кәмә руайтумуни усолли. Мені қалай көргендеріңіздей дәл солай намаз оқыңдар деп айтты. Алла Тағала намаз оқы деген кезде түсінбей жатырдық қой, дұрыс па? Енді хадис келді, бізге не істеп берді? Түсіндіріп берді. Болды. Маған енді жетті. Баяндау деген сөз жеткізіп беру ғой, былайша айтқанда. Түсінікті ғой, иә? Дәлелдеу, баяндау. Мысалға, біздің қазақ тілінде де мысалы бастауыш, баяндауыш деген бар, иә? Бастауыш бастап береді, баяндауыш не істейді? Нүктесін қойып береді. Сөйлем толымды болады сонда. Ал бастауышпен басталып, баяндауыш болмаса, сөйлем толымды бола ма? Болмайды. Түсініксіз болып қалады да. Мысалға, Нұрбол мешітке нүкте қойсам не болады? Түсініксіз. Не істеді ол? Мешітке не істеді? Кірді ма? Келді ма? Білмей тұр әлі. Варианттар көп та. Нұрбол мешітке кірді деген кезде баяндауыш келді, нүктесін қойып берді. Ары қарай саған не туындамайды? Сұрақ туындамайды. Баяндау деген сол, түсінік ма? Баяндап беру. Енді жетінші сипат қалды, ол қандай ол? Әл-хая. Әл-хаяту. Әл-хайю немес. Әл-хаяту дейсіз, әл-хайю бәр. Тірі болу. Жетінші сипат тірі болу. Мына 6 сипаттың қызметі бар ма еді өзінің атқаратын, ал әл-хайюдың қызметі жоқ. Қызмет жоқ. Қызметі не дейтін болса, мына сипаттардың барлығына шартун ақлиюн дейді. Ақли шарт. Түсінікті ма? Жазып қойыңыздар. Тірі болудың қызметі, ол қызметі бүкіл сипаттарға не болады? Ақли шарт. Қазір түсіндіреміз ақли шарт дегенді. Жазып қойыңыздар, тек ақли шарт. Жазып қойыңыздар ма? Ал ақли шарт дегенді түсіндірейік. Бүкіл сипаттарға ақли шарт. Оның басында жазып қой жаңа да? Басында жазып қой. Енді қараңыз. Нұреке қараңызшы. Сіз тірі болмасаңыз, сізге көрудің пайдасы бар ма? Тірі болмасаңыз. Жоқ. Естудің пайдасы бар ма? Сіздің біліміңіздің пайдасы бар ма? Қалаудың, құдіреттің пайдасы бар ма сізге? Жоқ. Ақли шарт деп отқаныңыз, ақыл сол ғой, ақыл айтады. Егер Нұреке тірі болмаса, көрудің не пайдасы бар деп ақыл айтып тұр да оны. Ақыл шарт қойып тұр ғой енді. Пайдасы жоқ дейді. Сондықтан мына сипаттарға не болады? Қызмет не екен? Тірі болудың ақли шарт деп қоямыз. Яғни шарт. Шарт болмаса қалғандар дұрыс емес деген сөз. Түсінді ма? Егер тірі сипаты болмаса, Алла Тағаланың мынаның барлығы жоқ болып кетеді. Пайдасы жоқ ол. Қалаудың не пайдасы бар тірі болмаса? Құдіреттің не пайдасы бар? Білімнің не пайдасы бар? Дұрыс па? Сөйлеудің не пайдасы бар? Енді ақли шарт дегенді бұлай түсіндіреді. Қазақша жазып қойсаңыздар болады. Міне. Біз жаңа ақли шартты жазған жоқпыз ғой да? Тек ақли шартты,
Енді былай істеп қойыңыз, ақли шарт деп сызықша қойыңыздар, ақли шарт. Жоқ болудан жоқ болу шығады. Жоқ болудан жоқ болу шығады. Ақида ғалымдарымыз не деп айтады? Ма ялзаму ми адамихи ал-адам. Жоқ болудан жоқ болу шығады. Мысалға, Нұрбол тірі болмаса, тірі сипаты жоқ болады. Жоқ болудан жоқ болу шығады дегенне, тірі сипаты жоқ па, онда сөйлеу де жоқ, көру де жоқ, есту де жоқ. Түсінікті ма? Вала ялзаму мин уджудихи ал-уджуд вала адам. Ал бар болудан, жазып қойыңыздар, ал бар болуда жоқ болуда шығады. Ал бар болуда жоқ болуда шығады. Ал бар болудан жоқ болуда шығады. Ал бар болудан жоқ болуды шығады. Ол қалай? Бар болудан бар да шығады, жоқ та шығады. Мысалға, Ербол тірі бар, дұрыс па? Енді бар болғаннан кейін, мысалға, ол көру сипаты шыға ма бар болғаннан кейін? Шығады ғой, дұрыс па? Бар болудан бар болу шығады деген сөз, тірі сипаты болса дейтін кісі, онда бұл кісіден көру де болады, есту де болады, қалау да, құдірет те болады деген сөз. Немесе жоқ болу да шығады деген сөз, бар болудан тірі болып көз көрмейтін адамдар бар ма? Естімейтін адамдар бар ма? Құдіретсіз адамдар бар ма? Мысалы, Мишель болып қалған, мысалы, бар, құдіретсіз болып қалды, мысалға. Бар. Түсінікті ма? Ақли шарт дегеніміз жоқ болудан жоқ болу шығады, бар болудан бар да жоқ та шығады. Түсінікті ма? Түсініп жатсыздар ма негізі? Бұл түсініп жатсаңыздар. Бар болудан бар да жоқ та шығады. Бар да жоқ та шығады. Құптаған неше минут қалды? 11 минут қалды ма? Болды, 20 минутта айтып тастаппыз, осының өзінде уақыт жоқ екен. Так, қалау құдыра самия басир. Так. Енді мына нәрсені айта берейік па, құтта енді тағы да? Жалғастыра берейік па деген ғой. Уағыз болса шығу керек, болмайтын. Осының өзі уағыз дәрісі. Так. Қызық болып жатыр ма кішкене? Так. Енді әр сипаттың қызметі бар деп айттық. Қызметіден бөлек әр сипаттың тааллуқ дейді, яғни байланысы бар. Жазып қойыңыздар, әр сипаттың қызметі болған сияқты байланысы да бар деп қойыңыздар, байланысы да бар. Ол қалай мысалы байланысы? Әр сипаттың қызметі болған сияқты байланысы да бар. Қызмет сияқты байланысы бар. Ол қызметіне бөлек, қызметін айттық қой, түсінікті ғой, яғни атқаратын жұмысы түсінікті болды ғой, бір-біріне араласпайды, еврода құдіретке араласпайды деген сияқты ғой. Алла тағала біліммен жаратпайды ғой, құдіретімен жаратады, біліммен біледі, құдіретімен жаратады оны. Бізде де солай емес пе, дұрыс па? Біз мысалға үй салуды біліммен білдім, эскиз проекті бәрі басымда, осылай тұрып алдым да, деп жаратпаймын ғой, салмаймын ғой, дұрыс па? Оны барамда кәдімгідей құдіретімен көтеріп салам, дұрыс па? Алла тағала да сондай білім сипатымен біреу жаратпайды, ол құдіретімен жаратады. Түсінікті ма? Әр сипаттың өзінің атқаратын рөлі, қызметі бар, бір-біріне араласпайды. Және құрметті бауырлар, тағы айтып кететін нәрсе, мысалға алдында айттық, Алла тағаланың мысалға
ирода сипаты құдіреттің алдында тұрады, құдірет екінші тұрады деген нәрсе жүрмейді. Алдында айттық қой, түсінікті ме? Алла тағаланың құзырында сипаттары бір-бірімен, біреу озып келді, біреу кейін келді деген жоқ. Ол бізде бар ондай, түсінікті ме? Біз бірінші білеміз, қалаймыз, құдіретімізбен жаратамыз, түсінікті ме? Алла тағалада ондай озу, кешіп келу дейді жоқ. Енді байланыс деген қандай? Мысалға, Алла тағаланың білім, көру, есту, түсіндіріп кетейік кішкене. Мына үш сипаты: білу, көру, есту. Бұлардың байланысы, бұл сипаттардың байланысы не ол? Біз ақли үкімді үшке бөлгенбіз, естеріңізде болса, уәжіп, жәйіз, мұстахил деп, түсінікті ме? Енді осы 7 сипат осы ақли үкімдермен байланысады ғой, былайша айтқанда. Ал мына 3 сипат немен байланысады? 3 сипат жоқ. Пока мына екеуін айта берейін, мына 2 сипатты айта берейін. Түсінікті ол үшін. Көруші мен естуші сипаты ол ақли үкімнің уәжіп және мүмкінмен байланысады. Жазып қойыңыздар. Алла тағаланың көруші, естуші сипаттары, жазып қойыңыздар. Алла тағаланың көруші, естуші сипаттары ақли үкімнің уәжібімен және жәйізбен байланысады. Уәжібімен және жәйізмен байланысады. Көруші, естуші сипат. Алла тағаланың көруші, естуші сипаттары ақли үкімнің уәжіппен, жәйізмен байланысады. Біз байланысуды айтып жатырмыз ғой, түсінікті ме сипаттардың? Мына 2 сипат немен байланысады екен ақли үкімнің? Мына 2 сипат бар ғой. Ақли үкімнің қайсымен байланысады? Уәжіппен байланысады және жәйізбен байланысады. Енді ол ақида ілімі анандай бір әсерлі уағыз емес та, ол сондай. Оның мамандық сол, осындайлар бәрін зерттейді. Ол уағыз емес бұл. Алла тағаланың көруші, естуші сипаты ақли үкімнің уәжіп және жәйізбен байланысады. Уәжіппен және жәйізбен байланысады. Оны түсіндіреміз, жазып қойыңыз. Жазып қойыңыздар ма? Уәжіп деген кім ол? Алла ғой, дұрыс па? Жоқ, көп қой енді. Біз уәжіп деп, ол Аллам бар бол уәжіп деген кезде Алла деп түсінеміз, жалпы енді Аллаға қатысты айтылып отыр өше жәйіз. Енді уәжіп пен жәйізбен байланыс құрады. Енді қара, байланыс құрады деген сөзі Алла тағала көрушінің, көру сипаттың уәжіп пен байланыс құруы дегеніміз Алла өзін көре ме? Мысалға айтайын. Нұрбол, сен өзіңді көресің бе? Айна, жоқ, былай көресің. Көресің, айнан қажет жоқ. Жалпы көресің ғой өзіңді, дұрыс па? Бұл жерде айтып отқан жоқ қой, тек қана аяғыңды көресің деп жоқ. Жалпы мынау өзің ғой, дұрыс па? Затың болмысың ғой. Мысалы мен өзімді көремін бе? Көрем. Алла дәл сондай Алла тағала өзін көре ме? Көреді. Түсінікті ме? Ал жәйізбен байланысу деген сөз, мысалға Нұрбол, сен өзіңді көрдің ғой, жаңа уәжіп. Енді сен Нұрекеңді көресің бе? Түсінікті ме енді? Уәжіп деген сөз, мысалы Нұрбол өзін көреді, Нұрекеңді де, Ерболды, мені де көреді ол. Басқа нәрселер ғой, жәйіз деген, түсінікті ме? Сол сияқты Алла тағала өзін көреді және бүкіл нәрселерді көреді. Түсінікті ме? Жазып қойсаңыз ба, түсінікті қылып. Ертең басқа біреуге осы біліммен бөліскенде де түсіндіру керек болады. Енді Алла тағаланың көру сипаты уәжіппен, жәйізбен байланыс құрады дегенде түсініп алдыңыздар ма? Түсінген жоқсыздар ма? Алла өзін көреді және жаратылыстарын көреді деп қойыңыз. Жәйіз дегеніміз жаратылыстарын көреді. Уәжіп өзін көреді. Есту. Мысалы, Ербол бауырым, сен өзіңді естисің бе? Қалай мысалға?
дұрыс. Міне мысалы мен сөйлеп жатырмын, естіп жатырмын да, өзім естимін. Ал енді басқа кісілер біздер естисіз ба сіз? Естисіз. Міне сол сияқты Алла Тағала естуші де сипаты уәжіп пен жайызбен байланыс құрады деген сөз. Алла өзін естиді және басқаларды естиді. Осы мен айтайын, қалғандарына иншалла кейін қай нелермен байланыс құратын. Бірақ жазып кетсем де болады, былай өздеріңіз жазып алыңыздар. Так, мына ирода мен құдірет бар ғой, бұл тек қана жайызбен байланыс құрады, жазып алыңыздар. Жайызбен, тек қана жайызбен, уәжіп мұстахил емес, жайызбен тек қана. Мына екеуі жайызбен, уәжіппен байланыс құрады, ал кәләм сөйлеуші сипат Алла Тағаланың уәжіп, жайыз және мұстахил. Осы ақли үкімнің үшеуімен де байланыс құрады. Алла Тағаланың сөйлеуші сипаты уәжіп, жайыз, мұстахилмен ақли үкімнің үшеуімен де байланыс құрады. Ал көруші мен естуші сипаты тек қана уәжіп пен жайызбен байланыс құрады. Ал ирода мен құдірет сипаты жайызбен байланыс құрады. Ал білім сипаты үшеуімен де байланыс құрады. Кәләм сияқты болды. Уәжіп, бұны бәрін жазып қойыңыздар, келесі тағы толық талқылайтын боламыз, иншалла. Өйткені құдірет неге уәжіппен, мұстахилмен байланыс құрмайды дейтін болса, ол кіру керек болады ары қарай ішіне, тағы түсіндіру керек болады. Миыларыңыз ашып кетеді, бүгінше жетеді осы. Мынаның өзін қорытып алыңыздар. Мынаның өзін қорытып алыңыздар. Болды, баса беріңіз.